хирург бола алмайтынымды түсіндім. Неге? Өйткені мен қаннан қорқады екенмін. Бекзат ағай, қазір Инстаграмда біздің аудиториямыз 10-шы сыныптар. Оларға қандай контент ұсынсақ болады? Көмек беріңізші. Давайте мен өзімнің ұбт оқиғанды, мамандық таңдау оқиғанды сендерге айтып берейін. Жалпы 9-10 сыныпта мен биология, химия пән таңдаймын деп, хирург боламын деп армандаған болатынмын. Одан кейін осы 10 сыныпта мен ұзақ таңдау жасадым, геомат немесе биохим таңдаймын деп. Ақыр соңында осы қыркүйек айының 7 күні 1-11 сыныпта пробный тестінде мен биохим тапсырып 66 баллды жинаған болатынмын. Оны сендерге дәлел ретінде тоже көрсеңдер болады. Одан кейін мен өзімнің жалпы биология, химия таңдап хирург бола алмайтынымды түсіндім. Неге? Өйткені мен қаннан қорқады екенмін. Ақыр соңында 10 қыркүйек күні мен география, математика жалпы пәндерін таңдап, ақыр соңында осы мемлекеттік басқару, менеджмент немесе қаржы мамандығына түсем деген шешім қабылдадым. Одан кейінгі геоматпен тапсырған ең алғашқы пробныйымда мен 82 балдан бастадым және сол нәтижемен ары қарай кеткен болатынмын. Құрметті оқушылар, ең бірінші кеңесім беретін, ол жалпы пәнді емес, мамандықты таңдау керек. Мен математика қанша қиын болса да, қаншалықты күрделі болса да оны таңдадым. Геомат арқылы өзімнің армандаған мамандығыма оқуға түстім. Сол себепті, құрметті оқушылар, осы жалпы мамандық таңдау туралы ақпараттар алғың келсе, маман сөзін жазып кетуді ұмытпа.